Ақыт Қажы өлім жолы. 12 абақ керейден тарайтын Ақыт өлім жолы 1868 жылы Алтай аймағының Көктоғай ауданы Қайырты жотасында дүниеге келген. Әкесі өлімші, өзіндік қана шаруасы бар қарапайым малшы. Анасы жібек. Ақыт сол уақытта қазақ дәстүріне сай сауатын мұсылманша ашады. Ол туралы ақынның баласы Ғазез Ақытұлының естелігінде: әкем 7 жасқа келгенде өзінің немере ағасы Садық Жебенұлының Құран сауатын ашыпты. Онан соң сол кездегі ауылдың тәуір молдасы атанған Османнан түркі тіліндегі діни кітаптарды оқып, сөйтіп ауылдағы санасы ашық, толық сауатты кісінің бірі болып шығады. Бейіне тұйық ғұмыр бер, тарылмайтын кең ризық несібе бер, ғұмыр жалға ұрпақ беріп, ұрпақтарды тура жолға түсіре бер. Сол тура жолдың ішінде ар өжданды қылып, амалесіне өсіре бер. Енді балалар, мен 81 жасқа келдім. Ақыт Абай өлеңдерін танып, Абай мұрасын Қытай қазақтары, Моңғол қазақтарының арасында жаюды алғаш қолға алған адам. Бірақ оның Абай өлеңін тәпсірлеп, Абайша өлең жазғанын құптамағандар да болды. Оны Абайға қиянат жасадың деп айыптағандар да кездесті. Бірақ бұл мәселеге ақынның өзі де кезінде-ақ жауап беріп кеткен. Ол: ақындар менен бұрын өтті талай, әсіресе Құнанбайдың баласы Абай. Дәл осындай өткір сөзді болмасам да ойымды жеткізеймін, құрап жамай деген. Дәуірінің күрделілігіне қарамастан, ақындық болмысы, адамдық келбеті біршама күрделі тұлға. Күрделі тұлға болатыны бұл кісінің бір өз басында ғұламалық бар. Бұл ойдың адамы деген сөз. Ол Құран кәрімді 90% аударып түсінетін. Ол үшін арабша жазылған алуан түрлі Құран тәпсірлерін оқыған, түсінген, хадис кітаптарын аударған. Хадис Мұхаммед пайғамбарымыздың сөзі немесе пайғамбарымыздың іс-әрекетіне негізделу керек екенін айтқан. Демек, Ақыт ресми діни жоғары мектеп оқымаса да, ашығырақ айтқанда өздігінен ізденіп ғұламалық деңгейіне көтерілді. Ақыт Қажы Мұхаммед пайғамбардың қиссасын шығарған. Бисмилlah, сөз бастайын әуел қақтан, шығарар Ақыт кеңес тілмен жақтан. Өлімже ұлы Ақыт менің атым, тараған арғы тегін ну қазақтан. Молқыда машан табыз атым, керей жігіттеріне боламыз алла демей. Туғанын пайғамбардың қисса етіп, жазалсам өмірімде ол да мерей. Мұхаммед һәм әуелі һәм ақырай, жетеме құдіретке жан ақылы. Қиссасын пайғамбардың хатқа салып, азырақ кеңес етем мен пақыры. Ақын, қажы, әулие, ғұлама. Ақыт Қажы Шыңшысайдың тар тесік, тар босаға қараңғы қамақханасында түрмеде қинау мен аштық салдарынан 72 жасында қайтыс болды. Тек өмірден өтеріне түрмеде өзімен бірге отырған тарбағатайлық Ғинаят деген кісіге ауызша 4 өсиет тапсырыпты. Оның біріншісі: алты бақан алауыз болмай ынтымақты берекелі болсын. Халқым жалғыз өз ішінде ғана ынтымақты болып қалмастан, басқа жұртпен, ұлтпен ынтымақты болсын деген. Екіншісі: көрші жұртпен тату болсын, оларды ренжітпесін. Бір ауыл өзінің көрші ауылын, бір үй өзінің көрші үйін ренжітпесін. Үшінші өсиеті: бір мәселе кезіге қалса яки бір хабар естілсе, дереу оны бүтіндей жоққа шығару немесе бүтіндей бар деп сене кетуге болмайды. Алдымен ой елегінен өткізіп, ақыл көзінен өткізіп, онан кейін қорытынды шығарсын деген. Төртінші өсиеті: жұртым нәсіл тазалығына көңіл бөлсін, ол үшін жыныс құмарлықтан, зинадан таза болсын деген екен. Бұл ақынның ұрпақтарда ғана емес, мұқым халқына, жамағатқа айтқан өсиет екен. Ақыт Қажының сүйегі 1943 жылы ұрпақтарына қайтарылды. Бірақ 10 жыл бойы есімінің атауына тыйым салынып, ұрпақтары қудаланған болады. Осыдан 2 ғасыр бұрын өткен, аңыз боп ел ішіне тарап кеткен, арқатасы керейдің сары руы, айтайын бір әңгіме Жәнібектен. Жәнекең 20-ға келген жасы, бұлшық етті бурасан зор тұлғасы, жауырынды иықта қайғасқа бақты, ер жүрек батырдың бар нышанасы. Денесі еңгезердей бойы сұңғақ, кеудесі еңкіш емес біткен шалқақ, кішпейіл кең мінезді кешірімді, тұрмайтын жақын жатқа өзім бұлдап.
ей Жәнібек танылған ер, қазақ жаққа жайылған батыр даңқы әр тарапқа